Қадірменді білім саласының ардагерлері, барша ұстаз әріптестер, сіздерді 5 қазан ұстаздар күні кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Өздеріңізге белгілі, Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігінің тапсырмасына сәйкес, осы аптамыз біздің ұстаздарға алғыс мерекелік шараларымен жалғасуда. Бұл апталық аясында барша ұстаздарды қабылдап, сіздерге деген құрметтеріміз бен ілтипатымызды білдіргіміз келеді. Сіздердің еңбектеріңіз зор, әрқашанда бала тәрбиесінде, ұрпақ тәрбиесінде еліміздің дамуына зор үлес қосып келесіздер. Барша аянбай еңбек еткен ұстаздарымызға алдағы уақытта тек қана деннің саулығын, отбасының амандығын, ұстаздық жолындағы қажырлы еңбектеріне табыс, ардагерлерімізге осы бейнеттің зейнетін көруге тілекшімін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен педагог мәртебесі туралы заң қабылданған болатын. Осы заңның аясында жылдан жылға ұстаздарымыздың мәртебесі артып, оларға деген үлкен құрметтер көрсетіліп келеді. Биылғы жылдың өзінде бір үлкен ерекшелік, бұл республикалық ұстаздардың тамыз конференциясында президенттің өзі қатысып, ұстаздың жолы ең үлкен мәртебелі жол екенін, ол барлық саладағы әріптестерімізден жоғары тұратындығында атап өткен болатын. Және бұл президентіміздің жолдауында да көрініс тапқан болатын. Осы себепті мемлекеттік деңгейде жоғарғы мәртебе беруі біз үшін, ұстаздар қауымы үшін үлкен мәртебе. Берекеміз құтты болсын.